Қазақстан Республикасының салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығы Қазақстан 2030 стратегиясын жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының үкіметінің 1997 жылдың 3 желтоқсандағы қаулысымен құрылды. Орталықтың міндеті Қазақстан Республикасында салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық саясатын жасау және жүзеге асыру болып табылады. Орталықтың басты стратегиялық бағыттары: салауатты өмір салтын қалыптастыру және әлеуметтік маңызды аурулардың алдын алу арқылы азаматтардың денсаулықтарын нығайту, қызметті басқару тиімділігін жоғарылату, кадрлық ресурстар мен медициналық ғылымдар жүйесін дамыту. Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің құрушылардың басында ұлттық орталықтың бас директоры, медицина ғылымдарының докторы, профессор Аханов Айқан Аханұлы тұрады. Бүгінгі таңда ұлттық орталық Қазақстандағы салауатты өмір салтын қалыптастыру саясатының әдіснамалық базасы және жетекшісі болып табылады. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың 14 облыстық, 2 қалалық орталықтары мен 157 аудандық орталықтары халық денсаулығын сақтау және нығайтуға бағытталған негізгі іс-шараларды жүзеге асырады. Орталықтың негізгі бағыттары: шылым шегудің алдын алу және шектеу, ішімдікті шектен тыс тұтынудың алдын алу, нашаның тұтынылуын қысқартуға ықпал ету, сапалы және саналы тамақтануға ықпал ету, дене белсенділігіне ықпал ету, репродуктивті денсаулықты қорғау және отбасын жоспарлауда, әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алу, қан айналым жүйелерінің аурулары, онкологиялық аурулар, тыныс демікпесі, туберкулез және жұқпалы аурулар, жарақаттанудың алдын алу. Қызмет жыл сайын халықаралық, бүкіл әлемдік, ұлттық күндер, 10 күндіктер, айлықтар аясында профилактикалық іс-шаралар өткізеді. Денсаулық мектептерінің әдістемелік жетекшілігі қамтамасыз етіліп, орта есеппен 2000 адамды қамту арқылы 95 темекіге қарсы орталық пен кабинеттер әрекет етуде. 2006 жылдан бастап жастар денсаулық орталықтары қызмет істеуде. Бүгінгі таңда олардың саны елдің бүкіл өңірлері бойынша 70. 2012 жылдан бастап Қазақстанның бұрыш-бұрышынан жасөспірімдер мен жастар қызыл желіге 150-ге қоңырау шалу арқылы консультативтік медициналық психологиялық жәрдем ала алады. Орталық халық арасындағы әлеуметтік маңызы бар аурулар мен қауіп-қатер факторларын ерте анықтауға скринингтік зерттеулердің әдіснамалық жетекшілігін жүзеге асырады. Орталықтың ғылыми зерттеу қызметі Қазақстан Республикасының халқының салауатты өмір салтын қалыптастырудың жаңа технологиялық және әдіснемелік құралдарын әзірлеу мен енгізуге бағытталған. 1998 жылдан бастап орталық ғылыми техникалық бағдарламаны орындап, аурудың асқынуына әкелетін мінез-құлықтық қауіп-қатер факторларының таратылуының алдын алу және төмендету мәселелерін мультитәртіптік және сектор аралық өзара әрекеттесудің профилактикалық медицина келешектегі дамуының негізін жасап, анықтауға мүмкіндік берді. 2002 жылдан бастап 90 сайын салауатты өмір салтын қалыптастырудың, аурулардың алдын алудың және денсаулықты нығайтудың өзекті мәселелері ғылыми тәжірибелік журналы шығарылуда. Ұлттық орталықтың озық технологияларының трансферті бастапқы деңгейдегі мамандар үшін семинар-тренингтер өткізу арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда халықпен жұмыс жасауда заманауи жаңартпашыл тәсілдерді қолданады. Осылайша 2013 жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен мақұлдауымен Health Eco орталығының жаңартпашылау оқыту технологиялары бойынша мінез-құлықтық қауіп-қатер факторлардың, әлеуметтік маңызды аурулар мен репродуктивті денсаулықты сақтау және тағы басқа бойынша заманауи нақ пішіндердің, анатомиялық үлгілердің, интерактивті ойындардың 50-ден астам түрлерімен жабдықталған оқу тренингтік орталығы құрылды. Орталық мемлекеттік орталық және жергілікті органдармен, Қазақстан халықтар ассамблеясымен, Қазақстан Республикасы халық денсаулығын сақтау саласында республикалық, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдармен өзара әрекеттеседі, елдің қоғамдық саяси өміріне белсене қатысады. Орталық USAID, UNICEF, UNFPA және тағы көптеген басқа халықаралық ұйымдармен серіктесуде.
2005 жылы орталық негізінде ТМД-ның орталық Азия өңірлеріндегі елдер үшін салауатты өмір салтына ықпал ету бойынша дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына серіктестік орталығы құрылды. Орталыққа 2006 жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Ли Чон Вук келген. Қазақстан темекіге қарсы белсенді күрес жүргізуде. Республикада 2006 жылдың 25 қарашасынан бастап Қазақстан Республикасының дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының темекіге қарсы күрес жөніндегі негіздемелік конвенциясын бекіту туралы заңы жүзеге асырылуда. 1997 жылдан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жобалары кезең-кезегімен енгізілуде. Орталық арқылы жүзеге асырылатын жобалар бұл: денсаулықты нығайтуға ықпал ететін мектептер, салауатты университеттер, денсаулықты нығайтуға ықпал ететін мектептер, салауатты жұмыс орындары, салауатты қалалар, салауатты ауылдар. 2011 жылдан бастап орталықтың бірыңғай ақпараттық саясаты қалыптасты. Республикалық және өңірлік деңгейде халықты, жұртшылықты және бұқаралық ақпарат құралдарын ақпараттандыру мақсатында үнемі баспасөз конференциялар, брифингтер, сұхбат, дөңгелек үстелдер жүргізіледі. Мамандар салауатты өмір салты және профилактикалық іс-шараларды қалыптастырудың өзекті аспектілерін айқындау бойынша ток-шоу, телерадио хабарламаларға қатысады. Ақпараттық материалдар, мақалалар баспа басылымдарында жарияланады және веб-сайттарда орналастырылады. Салауатты өмір салты аспектілері бойынша аудио және бейне өнімдерін республикалық және өңірлік телеарналар мен радиостанцияларда, медициналық мекемелердің қолдарында, халық көп жиналған орындарда, құрылымды ғимараттарда, жарық диодты экрандарда және лайтбокстарда жүзеге асырылады. Біздің басты жетістіктеріміз: 1999 жылдан бастап жыл сайын кең ауқымда денсаулық фестивалі акциясы жүргізіледі. 4.845.098 адамды қамтыған дене белсенділігі сағаты Гиннес кітабына тіркелді. Орталыққа дене белсенділігін көтеруде семіздікпен күрес аясында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының марапаты берілді. Премьер-министр Кәрім Мәсімовке жаһандық деңгейде шылым шегуге қарсы күресте қосқан үлесі үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директорының арнайы марапаты берілді. Орталықтың жұмысы Қазақстан Республикасында балалар жағдайын жақсарту мен олардың денсаулығын және даму құқықтарын қамтамасыз етуге қосқан маңызды үлесі үшін ЮНИСЕФ алғыс хатымен марапатталды. Ұлттың саулығы біздің жетістікті болашағымыздың кепілі.